Полициядағы бүгін жұмысым бітті. Осы үйге келіп, анау-мынау болғанша уақыт өтіп кетті. Ісім аяқталуға жақын. 14 том бар ішінде. Сонымен танысуы басталды. Бүгін 3 томын оқып шықтым, қарап. Қалған 11-ін осы 7-нің ішінде аяғына шейін бітем бе, білмеймін, көремін. Мүмкін қарсыға отырып алам ба, маған байланысты енді іспен танысу. Және одан кейін сотқа беріледі. Сот қай күні қашан болатыны оны сосын белгілейді. Бірақ енді осылай кетсе, жобасы келесі ай, ақпанның аяғыма, наурыздың басыма сот болуы тиіс. 14 том дегенде де әрине сұмдық. Баяғы Жакишев, Аблязовтердің істері, оны соншама енді одан сәл көп шығар томдары. Әрине олардікі жүздеген, бірақ менікі де аз емес. Мені бүкіл жазған мақала деп айтпай қойын, енді қайдағы мақала, жай мәтіндер, Facebook, осы YouTube'та жазылған әртүрлі менің бейнелеріме шейін бар, және бүкіл мен салған суреттерімді со ішінде жүр, улик ретінде маған со айыпталып атқан себебі, соның ішінде суретім де бар салынған. Со жаңағы против ватников, русофобия, коммунисты деп. Жарайды, енді бұны көре жатармыз, оқас жоқ, өмір жалғасуда. Айтайын деген тақырып, бүгінгі қазір осы таяуда бірнеше күн бұрын қонаққа Ислам Кураев деген келіп кеткен жас жігіт, политолог, танымал, шамалы болса да, Иран, Түркия, осы мемлекеттердің саясатын талқылап беретін сарапшылардың біреуі жаңағы Ислам Кураев. Сол бейне үстінде айтып өтті. Мысалы, бізге Қарабақ, Таулы Қарабақ, Азербайжан құрамына қайтып келгені, одан бізге не пайда деп. Сол тек қана Кураев емес, енді жалпы бәріне түсінікті ғой, мемлекеттік саясат, мысалы, Түркия мен Азербайжандікі, Нахчыван өткелі бар, сол жол ашылып, Түркия мен Азербайжан жалғасып, тікелей тас жолмен келіп, Каспий теңізіне келіп, Каспийді өтсе, Каспийдің паромдық және басқа кеме жолдарды ойластырса, енді әрине көпір соғуға мүмкін емес, бірақ жол ашылса, теңіз жолы Каспий арқылы, онда Түркия транзиті бізге жақсы болатын еді. Түркиямен біз жүк алмасып, Қытайдың ықпалынан шығатын едік деп, сондай нелерді көрдім, және өзіме жазды. Бүгін бір газетте жүр, сондай бір сарапшы айтуда екен. Түркиядан ашылған Каспий арқылы теңіз жолы Қазаққа, Қазақстанға сондай мүмкіндік береді. Қытайдың импортынан ғана емес, Түркияда тауарларын алуға қолымызды ұзартады, жеткізеді деп. Соны бір досым жаңа салып жіберіпті, өтініш ретінде. Кеше осы сұрақ қоймай үлгермей қалдым, тікелей эфирді. Осы маған маңызды, таныс адам болғасын, сұрап атырда. Осы айтып берші, Түркия мен Азербайжан Каспий теңізі арқылы ашылған жолы бізге не пайда деп, қазаққа. Біріншіден, дәл Түркия көзденіп отырған жаңа жол Каспий арқылы, олар бізге қарап отырған жоқ, осы жолды Қазақстанға ашып алсақ деп. Қазақстан өзі санаулы 18 миллион халық, мынандай үлкен жерде, жер шарында 9-шы, 100 мың, 500 мың, 1 миллион болып мынандай жерде жатырмыз. Арамызда 1000 шақырым, 1000 шақырым, 500 шақырым территорияларымыз бар. Сондықтан олар Түркия тауарларын, заттарын
бізге жеткізе алмай содан қиналып жүрген жоқ. Олардың мақсаты Түркия мен Қытайға жол салу, Қытаймен арасында. Сол, басқа себеп жоқ. Ол жерде Қазақстанға пайда тек қана транзит арқылы келеді. Бірақ енді онымен кәсіби түрде айналысатын логист адамдар әрине түсінеді ғой, біледі. Мен де осы жауап беріп отырып, осы сұраққа өз ұсынысым бар. Бұл жаңадан ашылған консорциум болу керек. Түркия, Азербайжан бір мемлекет болып шыға ма, әлде Түркия, Азербайжан, Каспий теңізі, Қазақстан, Қытай, осы 4 мемлекет, не 3 мемлекет, Түркия, Қазақ, Қытай консорциум болып, ерекше жаңадан ережесін жазып, жаңадан жарғысын қабылдап, ешқандай бұрынғы біз кіріп отырған ОТЛК, темір жолдық одақ, Ресеймен қайтадан Ресей, Беларусь, Калия 15-20 соның несімен бұрынғы Кеңес одағына кірген темір жол әкімшіліктерін қалдықтары, оларда РЖД, бізді КТЖ, сол одақтас нелерімізді әкелмей, ережелерімізді мүшелікке қайтадан Ресейді шақырмай, тек қана осы қатынасы кім бар, Каспий, бер жақта біз, мына жағымызда Қытай болды, Ресейді шақырмай, өзіміз бөлек консорциум ашып, оны бөлек темір жол әкімшілігіне бағындырмай, бұрынғы сыбайлас жемқорлық бәрін әкелмей, біздің КТЖ-міз және Ресей басып алған, ол жерде КТЖ деген аты болмаса, бүкіл өкілеттігі РЖД-ға берілген, баяғыда Маминнің кезінде түгейі өзгерген жоқ. Және несі өзгерсін, Мамин премьер болып отырса. Сондықтан енді жаңадан ашылып атқан мүмкіндік, логистикалық мүмкіндік, осы Ресей саясатын жүргізетін Ресей өкілдері біздегі бір нәрсені қайта айта беремін, бірақ енді соларды кіргізбей, енгізбей, оларсыз істеуге тырысуымыз керек. Енді тырысуымыз керек деп мен айтып қоям, бірдеме бар сияқты қолымда жоқ. Әрине ұсыныс ретінде ғана кім естісін, бізді ешкім естімейді. Бірақ енді келешекке Путин біздегі өзгерістер болғасын, бәрібір соған келуіміз керек. Темір жол, логистика, ол өте үлкен бізде сала, өзі мұнай, бидай басы теңестіруге болады, одан асып түспесе. Қытаймен мысалы Түркия бір-біріне қарама-қарсы ұмтылысын, біз көпір болып, оларға істеп берсек, соның қызығын көретін едік. Және жаңа жол салып, Узкая Калия дейтін Қытайдағы сол жолды салып, Каспийге шейін, Түркия, біздегі Түркия ашып атқан жолы, жаңа теңіз Каспий арқылы, ол Түркия-Қытай жолы, келетін тауарлар Қытайдан Түркияға және Түркиядан Қытайға да апаратын заттар көп. Порожний вагон контейнерді қайтару, ол өзі тарифқа бірдеме 20-25-30% болып жатады, кем дегенде. Содан айырылады, порожний деген болмайды, Қытайдан да, Түркиядан да құр бос жібермейтін мүмкіндігі бар, вагон болсын, контейнері болсын. Және мына тауарлар қажеттігі жедел, мысалы жаңа шыққан iPhone, Huawei не болса да fashion дейді, жалпы хай-тек дейді, жеткізу мерзіміне сезімді тауар заттар, оған теңізбен, мұхитпен 3 ай жүргені, ол жеткенше модадан шығып кететін киім, наушник, девайс, гаджет, флешка, не болса да сол Түркияда да бар, Қытайда да бар, жеңіл текстильден бастап электроника бәрінде шығаратын екі мемлекет, екеуі де әрі үлкен, Қытай 1,5 миллиард, Түркияда 80 миллион, қосымша Азербайжан бәрімен қосқанда енді 100-ден астам. Екі ғажап, екі дүние,
екі кәдімгі өркениетті қосып отырмыз. Сол мақсаты оны көзденіп отырған. Мына бізге ол Қазақстан үшін ашып отыр, мына түркі әлемі үшін ашып отыр деп оны ойлап қажет жоқ. Түркия мен Ердоғанның өзі бизнес мақсаты ол бізге көзденіп отырған жоқ. Бізде шикізаттан алатын ештеңе жоқ. Ал бізге әкелетін кішкентай ғана рынокпыз. Ол бәріміздің басымыз қоссақ, бәріміз Стамбулға сиіп кететін. Сондықтан бұл үлкен саясат. Сол жаңағы не тиет, қандай пайда деген, сол пайдасын бізге жарату керек, тигізу керек. Қайттан бір Ресейдің, Якунин, біреулердің Пашка, Морозов, Соколовтардың қалтасына кетпеу үшін өзімізде қалсын. Солай ойлау керек деп ойлаймын. Басқа сарапшыларды тыңдамаймын. Ердоған жаңа оқыдым тағы да, енді жаза берген ішіндегі сол Ердоған біз қолдануымыз керек. Ердоған мен Қытайдың арасы қазір салқын, жолы наразылық білдіргені бар. Ердоғанның Қытайға мұсылмандарға қысым көрсетіп жатыр, концлагер деген. Ол ондай себеп мүлде жоқ. Қытай мен Түркияның қарым-қатынасы өте тамаша. Таяуда бір 7-8 күн бұрын Түркиядан бірінші тұңғыш жүкті пойыз өтті, контейнерлік, Қазақстан арқылы. Сол енді тұңғыш несі болып тұр. Тұсауын кесті, өсіріп берсе, оны объемдары жүгі миллион тонға шейін жеткізуге болады. Осы біз арқылы, оның арты миллиардтаған доллар қазақтың қазынасына. Ал мына жаңағы Ердоған Қытайда билік коммунистер мұсылмандарға қысым көрсетіп жатыр десе, онда жүкті пойызды неге жібереді? Ол ешқандай, ол саясат, ол жай бір сөз, ол мәселе шешілер. Сол жаңағы біз қандас бауырларымызды айтсақ, Қытайда қор болып жүрген, қорлық көріп жүрген. Біз айтсақ, осы жаны қалай жібек жолын қайтадан жаңартып, және жаңадан оны Каспий арқылы жаңартып, Түркия мен Қытайды қоссақ, Түркия мен Қытай мен Түркияны қосып, Түркия арқылы Қытайды Европамен қоссақ, біз арқылы, парсылармен қоссақ, арабтармен қоссақ, біз арқылы шешіміз өзіміз қабылдап. Онда бізде позициямызды күшейіп, біз Қытайға ультимативті түрде айтуға болатын еді. Бір кездесу үстінде Қытайдағы қазақтарға тиіспендер, қолында тартындар, немесе қазақтар тұрып атқан Қытайдағы жерді бізге беріңдер деп, достық белгісі ретінде деп, сыйлық ретінде, бізге Қытайға қысым көрсетуге мүмкіндігіміз болатын еді. Сол жаңағы спекуляция, шантажбен. Әйтпесе қалай көмектесеміз Қытайдағы қандастарымызға, мұсылмандарға? Ешқандай қолымызда құрал жоқ. Бұл құрал болатын еді. Және бізге пайда, жалпы қазаққа пайдасы тиетін еді. Миллиардтаған доллар ақша жатыр. Ол келешекте бүкіл мұнай, біздегі өсімдіктер өсетін, одан асып кетеді пайдасы қазынаға, салық ретінде, әр азаматтың жеке қалтасына табыс ретінде. Сол ағайын, осымен қоштасам, ертеңге шейін Марғұлан Боранбай. Айтпақшы, каналымызға жазылыңыз, лайк қойыңыз, және жора жолдас достарыңызды таныстырып, сілтеме ретінде жіберіп, қосылсын деп ұсыныс жасаңыз.